Машина санасының ішіне көз тастау, жасанды интеллект деген не? AI немесе жасанды интеллект компьютерлік жүйелерді білдіреді. Олар адами интеллектін қажет ететін тапсырмаларды орындау үшін жобаланған. Оқыту, пайымдау, мәселелерді шешу, қабылдау және шығармашылық қабілеттері бар. AI мақсаты интеллектілі және автономды жұмыс істейтін алгоритмдер мен жүйелерді әзірлеу. AI зерттеудің негізгі салаларына машиналық оқыту, терең оқыту, нейрондық желілер, табиғи тілді өңдеу, компьютерлік көру, робот техникасы және сарапшы жүйелері кіреді. Мысалы, чат-боттардың табиғи тілде әңгімелесуі, өздігінен жүретін көліктердің қозғалысты басқаруы, медициналық AI ауруларды диагностикалауы. Ол адамның танымдық қабілеттерін еліктей алатын, үйрене, бейімделе алатын, тіпті өз шешімдерін қабылдай алатын интеллектуалды машина. Бұл жасанды интеллект саласының негізі қасиеті. Қазіргі AI жүйелері үлкен деректер мен озық есептеу құралдарымен дайындалған.